Қазіргі заманда интернет адамзаттың дамуына үлкен үлес қосқан технологиялық жетістік. Алайда оның екінші қыры бар. Теріс мақсатта қолданылғанда интернет адамды рухани, психологиялық, тіпті физикалық жағынан күйрететін зұлымдық торына айналады. Осыған байланысты оны дұрыс пайдалану мәдениеті әрбір азамат үшін аса маңызды. Ғаламтордағы адам санасының улануына себеп болатын жағдаяттарға тоқталсақ. Бірінші, ақпараттық улану. Интернетте шындық пен өтіріктің аражығын ажырату қиын. Жалған жаңалықтар, манипулятивті мақалалар мен видеолар адамдарды адастырып, теріс пікір қалыптастырады. Әсіресе жастар арасында діни, саяси, әлеуметтік бағыттағы жалған үгіт-насихат көп тарайды. Екінші, радикалды және деструктивті идеологиялар. Кейбір сайттар мен әлеуметтік желілерде экстремистік ұйымдар, жат діни ағымдар өз үгітін таратады. Көп жағдайда жастар, діни сауаты жоқ адамдар осы желілер арқылы адасып, радикалданады. Бұл ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық тұрақтылыққа үлкен қауіп төндіреді. Үшінші, уақыт пен сана ұрлығы. TikTok, Instagram, YouTube сынды платформалар адам санасын жаулап, уақытын жалмайды. Онлайн ойындар мен контентке тәуелділік уақыт жоғалтуға, жалқаулыққа, рухани тоқырауға алып келеді. Бұл әсіресе мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдерге қауіпті. Төртінші, жеке өмірдің қауіпсіздігіне қатер. Жеке ақпараттардың ұрлануы. Интернеттің тағы бір қараңғы жағы. Көп адам алаяқтардың арбауына түсіп, материалдық және моральдық шығынға ұшырап жатыр. Интернет доста, қаста бола алады. Ол қос қырлы құрал. Егер оны ақылмен, шектеумен, мақсатпен қолдансақ, білім мен мүмкіндіктің көзі. Ал бақылаусыз, сауатсыз пайдалансақ, адамзатты улайтын зұлымдық торына айналады. Сондықтан ең маңыздысы цифрлық мәдениет пен саналы қолдану дағдыларын қалыптастыру.